Қайырлы күн қыздар. Бүгінгі сабақта сіздерге сайтқа қалай карточканы енгізу туралы айтатын боламын. Ол үшін мына астында тұрған оң жақтағы личный кабинетке өтетін боламыз. Вот осыған. Және мына тұрған қара иероглифке кіреміз. Мұнда біз карточкамызды енгіземіз. Міне кіргеннен кейін бізге автоматты түрде мына жерде көрсетіп тұр. Міне Visa, MasterCard деген сияқты карточкаларды енгізуге болады деп. Енді бізде мұнда менде Каспий Голд, соны теретін боламын. Қыздар сол жерге 16 сандарыңызды енгізе беріңіздер. Мен өзімдікін көрсетпей қойдым. Мұқият қарап дұрыстап енгізіп, сосын соңында қызыл батырманы басыңыздар. Енді мына жерде бізде 3 графа көрсетіп тұрды, пустой. Мұнда бірінші графаға біз карточкада қалай аты жөніміз тұр, английский әріппен, дәл солай үлкен әріппен барлығын жазып шығамыз. Ал екінші графаға жаңағыдай карточканың уақыты, жаңағы мерзімі бітетін айы мен жылы тұрады ғой, соны жазамыз. Және үшінші соңғы рядқа артындағы 3 сан бар ғой, соны жазатын боламыз. Мен қазір жазайын. Так, мен тағы да жасырып қойдым қыздар. Сіздер сол үш графаны толтырып, соңында қызыл батырманы басыңыздар. Қыздар, жеке информацияларыңызды ешқашан ешкімге көрсетпеңіздер. Мында бізде цифралар шығып тұр. Қыздар, ойлап қалмаңыздар, жаңағыдай код келеді деп. Жоқ, ешқандай да бізге сообщение код ештеңе келмейді. Бұл біз каждый оплата жасаған сайын біздің енгізетін пароліміз. Өздеріңізге ыңғайлы, ұмытпайтындай етіп бір 6 цифра қойыңыздар. Мүмкін туған күндеріңіз болсын, мүмкін үйленген жаңағыдай күндеріңіз бола ма, өздеріңізге белгілі бір датаны қойыңыздар. Бұл жерге ешқандай сообщение код келмейді. Мен өзім ойымнан бір 6 цифра ойлап табайын қазір. Тағы да қайталай дейді. Болды, бізде автоматты түрде карточка енгізілді. Енді карточка туралы ақпаратты білгілеріңіз келсе, мына тұрған үшінші қара иероглифке өтеміз. Сонда сіздердің карточкаларыңыз туралы информация тұрады. Болды, карточкамыз енді оплата жасай берсеңіздер болады.